Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Бүгінгі сабақта біз осындай балетки тоқуды үйренетін боламыз. Менің қолданғаным осындай подошва, асты эко-кожа, үсті войлық. Соның войлық жағын ішіне қараттым да, астына не жағын қараттым. Эко-кожа жағын астына қараттым. Осылай обвязка жасап аламыз алдымен. Обвязка жасау жолы менде неде сабақта сақталып тұр астында. Видеолардың ішіне кіріп көрсеңіздер болады. Қазір біз балеткиді тоқуды бастаймыз. Бұл балеткиді тоқу үшін мен осындай 3 деген крючоктың 3 деген жағын алатын болам. Және де менде осындай 2-мен де тоқи беруге болады. Негізі мен 3-пен маған удобно. Сол үшін мен 3-пен тоқиын деп тұрмын. Осындай иран жібін алып отырмын. Бірінші жағын тоқыдым, екінші жағын енді көрсететін болам. Үстіне мына жерге гүл бірдеңе істеп қоюға болады. Оны жасаған жоқпын. Қазір тек қана осы балеткиді тоқудың жолын көрсететін болам. Бұл балеткидің техникасы попкорн деп аталады. Попкорнды тоқитын боламыз қазір. Қазір мен мына жердегі жіпті қиып тастаймын да, мына жерден бастайтын болам астынан. Басталу жолы осылай астынан бастау керек. Мына жерден бастайтын болам қазір. Басын бастап алайын. Мына жіпті осылай арасында тоқып жібереміз. Қазір біз осылай тоққан кезде мынадан былай тоқитын боламыз. Враскол дейді ғой, былай екі жіпті бірге алып тоқитын боламыз. Мынаны петляның үстінде қалдырамыз да, осылай тоққан кезде арасын тоқып жібереміз. Осылай. Осылайынан тоқып айналдырып шығамыз толығымен. Бүкіл табанды осылай толығымен айналдырып шығамыз. Достар, мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Каналыма жазылып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Обвязка туралы айттым. Обвязканы жеке сабақтан қарап аласыздар. Жеке оған арналған видео түсірілген. Сол видеодан мұқият қарап алсаңыздар, ары қарай әртүрлі табандармен тоқи бересіздер. Осылайынан толығымен айналып шығамыз. Мына жаққа келген кезде екінші рядты көрсететін болам. Неке мен обвязывать етіп істеген жерден үстінен осылай тоқып шықтым. Енді мына екеуін осылай соединить етемін де ары қарай тоқимыз. Ары қарай тоққан кезде жаңағы тоққаннан кейін біз жаңа враскол тоқтық қой, енді ары қарай былай бір петлясын ғана, бір қабырғасын ғана аламыз. Осылай
бір қабырғасын ғана осылайынан бір қабырғасын ғана тоқып шығамыз. Бір қабырғасын ғана тоқимыз қазір. Тағы да бір айналып шығамыз. Бір қабырғасынан өткізіп осылайынан. Тек қана бір қабырғасын ғана тоқимыз. Бұл бізде аяқ киімнің подиумы деп те айтсақ болады. Осыны тоқып алғаннан кейін біз ары қарай попкорнның өзін тоқитын боламыз. Дәл осылай мен осылай соңына дейін айналып шығам. Мына жерге полностью осылай айналып шығам. Содан кейін барып попкорнды бастайтын боламыз. Достар, мінекей, осы жерден жаптық, екі ряд жүрдім де жаптым, сосын ары қарай екі петля көтердім, подъем көтердім. Подъем көтергеннен кейін жанындағы бір петляны тастаймыз да, екінші петлядан столбик с накидом жасаймыз. Одан кейінгі петлядан столбик с накидом, бір петлядан екі столбик с накидом жасаймыз. Барлығы 3 петля столбик с накидом шығу керек. 3 петля столбик с накидом шыққаннан кейін жаңағы көтерген подъемдағы петляға жаңағы өткізген петлямызды артқа қарай өткіземіз. Сонда бізде попкорн шығады. Одан кейін тағы да екі подъем жасаймыз. Содан кейін бір петляны тастап, екінші петлядан столбик с накидом жасаймыз тағы да. Одан кейінгі петлядан екі столбик с накидом өткіземіз. Барлығы бізде 3 столбик с накидом шығу керек. Соны жаңағы көтерген подъем петля бар ғой, содан артқа қарай өткіземіз. Тағы да сосын екі подъем жасаймыз да, ары қарай бір петля тастап, дәл осындай ғып попкорндарды жасай береміз. Бір петляны міне тастадық. Екінші петлядан столбик с накидом өткіздім. Одан кейін үшінші петлядан столбик с накидом өткіздім. Тек бұл жерден екі петля өткіземіз. Бір тесіктен екі столбик с накидом. Общий бізде 3 петля столбик с накидом болу керек. Енді осы петляны көтеріп қоямыз да, артындағы подъемнан өткіземіз. Екі подъем жасаймыз, екі петля. Ары қарай дәл осылай тоқи бересіздер. Дәл осылай бір ряд айналып шығамыз. Содан кейін екінші рядта бас жағында кішкене өзгешелік енеді.
Мінекей достар, мен попкорнды айналып тоқып шықтым. Енді осы жерден соединительный петля жасай саламыз. Оны жасаған кезде дәл осылай видеодағыдай жасайсыздар. Содан кейін 2 петля подъем көтереміз. Әрі қарай дәл осы попкорндардың ортасынан столбик с накидом 3 көтеріп, 3 столбик с накидом дәл осы тесіктен көтересіздер де попкорн жасайсыздар. Жаңағыдай подъемды көтереміз. Подъемдағы петлядан өткіземіз де осылай попкорндарды жасай бересіздер. Иран жібін қолданып отырмын, бір қабаттап. Негізі 2 қабаттап тоқуға болушы, тек сіздерге видеода жақсы көріну үшін дәл осындай ашық қанық түспен тоқып отырмын. Видеоны мұқият қарап шықсаңыздар, өздеріңізге жақсы болады. Бірден тоқып кетпей, сразу видеоны қарап шыққандарыңыз дұрыс болады. Мінекей осылай табан жағынан көтеріп жатырмын. Қазір попкорндарды енді қазір бас жағына, башпай жағына келген кезде кішкене өзгешелеген еді. Бірақ ол қиын емес. Өзгешелеген еді бас жағына келген кезде. Ол үшін бізге қазір маркер қажет болады. Маркермен міндетті түрде белгілеп алыңыздар. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар, дәл осындай попкорн балетки тоқып шығарасыздар. Және де менің каналыма жазылып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Және де көптеген сұрақтар келеді. Осы табанды қайдан алдыңыз деген комментарияға жазасыздар. Негізінде WhatsApp номерім не болмаса қолөнер креатив деген инста парақшама, страничкама жазсаңыздар да болады. Бұл табандарды мен Алматы қаласынан Алтын қол қолөнер орталығынан аламын. Не болмаса тағы да бір Тапочкин лавка деген парақша бар Инстаграмда, содан қарап сатып алуларыңызға болады. Қазір маған маркер қажет болады. Мына жерде попкорнды міне. Мінекей осындай болып шығып келе жатыр. Егерде 2 қабаттап тоқитын болсам, онда ол кішкене қысылып тұратын еді. Қазір мына жерден маркерді тағатын болам дәл ортасына, және дәл ортасынан 10 попкорн санап алып, 10-шы попкорнға 2 жағынан бірдей маркер тағатын болам. Содан кейін мына жерден бастап жалғастырып, жаңағы маркерға дейін жалғастырып попкорн тоқып келеміз. Қазір маркер қосып алайын. Мінекей достар, қазір мен дәл ортасындағы, башпайдың дәл ортасындағы осы табанның серединасын, центрін табасыздар. Центр деген ол жаңағы обвязка жасағандағы 5 рет, бір тесікке 5 рет обвязка жасадым. Соның үстіндегі попкорнды дәл середина центр деп аласыздар. Осылай маркер тағып аласыздар да, осы середина центрдан 10 попкорн санап аласыздар. 10 попкорн санап алып, 10-шы попкорнға маркер тағып қоясыздар. Бұл бізде метка болып саналады. Дәл осыған дейін біз попкорн тоқимыз да, осы маркердан бастап ары қарай бізде басқа
кішкене өзгешелік енеді. 10-10-10-шыға осылай іліп қоямыз. Енді ары қарай осы жерден бастап попкорнды тоқи береміз. Дәл осындай попкорнды тоқи береміз. 10-шы жаңағы мына маркерға дейін тоқи бересіздер. Бұл жерде кішкене өзгешелік енеді. Маркерға келдік. Маркерға келгенде дәл осы маркердің жанынан столбик снакидан үшеу жасаймыз. Ана екінші табандағыдай осындай кішкене өзгешелік енеді. Мына жерден бастап бізде уже өзгеше. Қазір міне накид өткіземіз. Бір петля өткіземіз. Накид жасаймыз, іліп аламыз. Біріншісін өткіздік. Іліп аламыз. Накид, екінші петля. Бірінші петлядан өткіземіз. Крючокта екі петля ілініп тұр, е. Тағы да накид, үшінші петляны өткіземіз. Үш петляда осы крючокта тұру керек. Тесікте біз үш өткізген столбик снакидан петляларымыз осы үш петля шығарамыз. Крючокта тұру керек. Келесі петлядан столбик снакидан тағы да үшеу өткіземіз. Үш петля шығардық. Міне енді осы петлялардың барлығын басын қосып столбик снакидан тағы да үшеу өткіздік. Барлығының басын қосып бірақ өткіземіз. Двойной болды, е. Ары қарай. Сонда бізде бір тесікте үш столбик снакидан, екінші тесікте үш столбик снакидан барлығын басын қосып 6 петляны өткіземіз. До конца осы екінші жағындағы 10-шы попкорн маркерға дейін біз бағанағы бірінші дәл осындай узормен тоқып шығамыз. Содан кейін барып маркердан кейінгі узорды кәдімгі попкорн тоқимыз. Іліп аламыз, өткіземіз. Әрбір петляға попкорн тоқитын боламыз. Бір петля. Қазір біз осы жерде осы маркерден бастап келесі маркерға дейін бір петлядан үш столбик снакидан, екінші тесіктен үш столбик снакидан өткізіп 6 петля шығарып барлығының басын қосып петля жасаймыз. Осындай петля жасаймыз. Подъем көтереміз. Екінші попкорн шығарды. Неменде екі осындай попкорн шықты. Іліп аламыз. Іліп алсақ та болады. Екінші, үшінші петля. Келесі тесіктен үш петля шығару керек. Бір, екі, үш. Мінекей, осылай, дәл осылай. Әрі қарай жалғастыра береміз. Осылайынан әрі қарай жалғастыра береміз. 3. 1, 2, 3.
мінекей дәл осылай тоқып, маркер біткенше осылай тоқып аламыз. Сосын ары қарай бастап тоқығандай попкорнды тоқимыз. Мінекей осындай узор шығып келе жатыр. Біз уже басын жабуға айналған кезде осыны кішкене қысқарту сияқтыға ұқсайды бұл. Мына жерге келген кезде, мына жерді тоқып болғаннан кейін ары қарай дәл осындай техникамен тоқу керек. Достар, ары қарай дәл алдыңғы тоқығанымыздай попкорнды тоқи береміз. Бір петлядан 3 петля шығарып, осылай ары қарай попкорнымызды жалғастыра береміз. Мына жерде бізде кішкене уже бас жағы жинақталып қалды, иә. Мынандай екі-екіден тоқығаннан кейін екі-екі попкорн шығардық қой жаңа. Содан кейін бізде мынау бас жағы жинақталып қалды әжептәуір. Дәл осындай қылып біз тоқимыз. Мынау менде бір қабат иран жіптен тоқып атқандықтан менде осындай тесіктермен болып жатыр. Ал негізінде иран жіпті екі қабаттап тоқсаңыздар да болады. Екі қабаттап тоқсаңыздар, бұл кішкене мынандай аралары алшақ болмайды. Бұдан да жуан жіптерден тоқсаңыздар, мысалы Alize Jeans деген жіптен тоқсаңыздар, ол қалыңдау жіп, одан плотный болып шығады. Так, ары қарай енді өздеріңіз тоқып алады деп ойлаймын. Ары қарай дәл осындай попкорндарды мына жерге дейін қайталаймыз. Мына жерге келген кезде, маркерға келген кезде тағы да дәл осындай попкорндар жасаймыз. Дәл осылай попкорнды жалғастыра береміз. Жалғастырып, маркерға дейін келгенше жалғастырамыз. Әрі қарай мен маркерға дейін тоқып, сосын ары қарай көрсететін боламын. Ары қарай подъем жасаймыз да. Дәл бағанағыдай. Дәл осындай узор шығарамыз. Попкорн бір жерден 3 бір жерден 3 рет накидпен жасаймыз петля. Бір тесіктен 3 петля, екіншісінен 3 петля. Алты петля болу керек. Осы алтауын басын қосып, бір петляға айналдырамыз. Тағы да подъем жасаймыз. Тағы да келесі тесіктен өткіземіз.
Дәл осылай мына маркерға дейін тоқып шығамыз. Мінекей мына жерден 2 былай 3 рет өткізіп, бағанағы алдыңғыдай осындай попкорн жасаймыз. Бұл бізде уже 3-ші рет айналады. Бірінші міне 1, 2, енді ары қарай 3-ші рет айналамыз. 3-ші рет айналамыз. Үшінші рет айналамыз. Қазір 3-ші попкорнға келдік. Үшінші мінекей мен бағанағы тоқығанда 1, 2, 3 тоқ, 4 тоқпын. Мына жақтан да 4 тоқимыз солай. Мінекей достар, мен мына жерге дейін толықтай аяқтадым. Енді мына шетін слайынан жауып тастаймыз. Слайнан өткізіп отырып, әрбірінің ортасынан өткізіп отырып, осылай жауып тастаймыз. Достар, мінекей, мен қайталап отырып тоқыдым. Жаңағы 3 попкорн, 3 петлядан столбик с накидом көтеріп отырдық қой. Соны айналдырып тоқи береміз ғой. Өзімізге қажетті биіктікке дейін. Содан кейін мен өзіме қажетті биіктікке дейін тоқыдым. Енді дәл осылай жауып шығасыздар. Әрбір тесіктің ортасынан петляны өткізе бересіздер. Болды. Содан кейін үстіне егерде гүл, бантик бірдеңе таққыларыңыз келсе, оны тоқып өздеріңіз қалауларыңызша жасай беруге болады. Менікі осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат Құрманқызы. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза отырыңыздар. Кей кезде видеоға түспей қалған жерлерін болса, кешірім сұраймын. Өйткені тоқымаға кіріп кеткен кезде байқамай қалам да өзім.